Әзиз Несин. Сиқыр айнасы. Әңгіме. Шетелдік қосалқы бөлшекпен жабдықтаушы Дәуіт Суювардың үйінде бір күні түскі қонақасы берілді. Шақырылғандар арасында Лабада банк басқарушысы, оның мөлдіреген жап-жас әйелі мен сұп-сұлу балдызы, біздің тоңмойындардың бірі, саяси қайраткер Хамза Ятмаз бен оның бедеу бәйбішесі, ұшы-қиырсыз жекеменшік жері бар тоғышар Медини бей мен оның жәудір көз хатшысы Ипек Бекеш, біздің адандық атышулы саудагер Осман Байор қажы мен оның ашынасы Фастыка Бекеш болды. Сайрап, сұңқылдап тұрған радиоқабылдағыштың дикторы бір кезде: қадірлі тыңдаушылар, түріктің классикалық музыкасынан берілген концертімізді осымен аяқтаймыз. Енді соңғы жаңалықтар атымен берілетін хабарды тыңдаңыздар. Лекцияны әйгілі маман инженер Мекки Макинеджи оқыды, деді. Лабада банк басқарушының жап-жас келіншегі даусы дарылдаған бір жексір неме деп тыжырынды. Аудандық Осман қажы: о не дегеніңіз, тыңдайықшы, өткен аптада ол қағаздан мақта жасаудың жолын айтып берген, деп бәйек болды. Инженер Мекки Макинеджи лекциясын бастап та кетті. Құрметті тыңдаушылар, дәл қазір біз апта сайынғы соңғы жаңалықтар хабарымызды бастаған сәтте Американың Атом Йорк қаласында жаңа атом станциясы қатарға қосылып жатыр. Ол атом адамға қызмет етеді деген принципке сай салынған болатын. Жаңа станция дүниежүзінің түкпір-түкпіріне атом сәулесін түгел тартпақшы. Атом қуатын пайдаланудағы бұл жаңалық барша адамзатты аяғынан тік тұрғызатын ғажап оқиға болмақ. Жер үстіндегі айна атаулының бәрі сол атом сәулесі барып жетісімен жан біткендей құбылып, әрбір айна өзіне адамның қол тиген сәттен бастап бетіне түскен бейненің бәрін рет-ретімен қайталап көрсетіп шығады. Айталық, мысалы, сіздің үйдегі айнаның ілулі тұрғанына 20 жыл болды дейік. Атом сәулесі барып жетісімен айнаңыз сол 20 жыл ішінде үйіңізде не болған түгілде қайталап көрсетіп береді. Жасалған тәжірибелер мұны толық дәлелдеді. Демек, осы бір жаңалықтың арқасында сіздер балалық, жастық шақтарыңыздың қызықтарын, сүйіспеншілік сезімдеріңіздің қымбат сәттерін қайталап сезініп, тіл жетпес ләззатқа бөленесіздер. Ертеңгі таңертең сағат 9-дан бастап айналарыңыздың алдында болғайсыздар. Лабада банк басқарушының келіншегі алақанын шапаттап жіберді. Алақай, алақай, менің бала кезден бергі қаранып жүрген айнам бар. Өткен өмірімді қайта бір көріп тамашалайтын болдым-ау. Қонақтар стол басынан тұрысып, екеу-үшеуден оңашалана шүйіркелесіп, атомның әйгіленген кереметін әңгіме етуге кірісті. Біздің тоңмойындардың ішіндегі саңлақ саясатшы Хамза Ятмаз мәртебелі тоғышар Медини биге күбірлеп сөйлеп тұр. Мон, шер, бір бұл жаңалық нағыз сиқырдың өзі. Ол ұмыт қылған талай жайттердің сырын ашатын болуы. Сонау бір жылы қауіпсіздік басқармасында мені жазықсыздан жазықсыз күстән алап, дөрекілеу айтсам, ғафу етіңіз, сілейтіп сойып салды емес пе? Мен жанталасып жүріп қашып құтылдым да, көкала қойдай болғаныма сот экспертизасынан анықтама алып, айдап отырып сотқа бардым. Мені кім сабағанын сұрап басын қатырған сот жоқ, шешімін жазып бере салды. Ол шешімнің айтуынша, мен өзімді өзім итше тепкілеп сабаппын. Хамза бей, сіздің сабалағаныңыздың айнаға қандай қатысы бар? Пәлі. Сол күні қауіпсіздік басқармасының қабырғасында айна ілулі тұрғаны әлі есімде. Енді содан бәрі көрінбей ме? Рас-ау, деді Медини би. Ал енді мен осы сиқырлы айнаның арқасында ең кем дегенде 40-50 мыңды қалтаға басатын боламын. Қайтып? Көрде тұр. Менің буфетім хрусталь айнамен апталған ғой. Ал Калляви Заденің қызы Алтынгүл екеуміздің жырымыз талай жылға созылғанын өзіңіз білесіз. Білем, оны жұрттың бәрі біледі. Калляви Заде қызын маған бермей қойды. Қызы да тым тез ұмытты мені, оқас жоқ. Калляви Заде, енді тырпита алмайсың. Мен сенің қызыңды аламын да миллионер болып шыға келемін.
Қайтып? Қалайша? Алтынгүл екеуміздің біздің үйде буфеттің қарсы алдында талай таңды атырып, талай күнді батырғанбыз. Соның бәрі ертең таңертең Айнаның бетінен айдай болады. Оған дейін Айнаны мен Калявизадеге алып барамын. Ұқтың ба? Ол маған не қызын береді, немесе Айнаны сатып алады. Ешқайсысына келіспесе ше? Келіспей көрсін. Онда мен Айнаны театрға айналдырамын да жұрттың бәріне көрсетіп, ақшаны күреп аламын. Уа, сиқырлы Айна жасасын. Қосалқы бөлшектермен жабдықтаушы Дәуіт Соювардың әйелі Осман Байур қажының ашынасы Фыстыка Бикешпен сыбырласып тұр. Сол жігітті күндіз есімнен, түнде түсімнен шығара алмай жүрмін. Капланды ма? Иә, капланды. Ол мені қалайша тез ұмытты екен. Ертең айнаға қарап тұрып, сол бір қимас сәттермен тағы да ләззат алармын-ау. Менде күйеуімнен есемді бір қайтарайын. Онымен алғаш танысқанда қандай сүйкімді болғанымды Айнадан көстейін оған. Әйтпесе қазір мені менсінбеуге айналды. Бұл еркектер дегеннің бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай. Қонақтар жаңалық жайын қызу әңгімелеп кеткен. Фыстыка Бикеш сабырсызданып, тезірек таң атса екен дей береді. Банк басқарушысының тығыршықтай балдызы да дегбірістен. Тез болса екен, төзім таусылды ғой, шіркін. Өткен күндер-ай, қайран жастық шақ-ай, деп қояды. Сиқырлы Айнадан біреу марқұм шешемді көрсем дейді, енді біреу базарлы балалық шағымды көрсем дейді. Кенеттен есіктің қоңырауы шыр етті. Тағы да бір қонақ, белгілі гинеколог, хирург, доктор Шахап Женабеддин келді. Өңі оңып кеткен шүберектей боп-боз. Не боп қалды, доктор? Сырқаттанғаннан соңмысың? Деп қалбалақтады үй иесі. Сендер ештеңе естіген жоқсыңдар ма? Ештеңе білмейсіңдер ме? Деді доктор ықылғатып. О, не Шахап? Не сұмдық боп қалды? Осы жаңа ғана радиодан хабарлады. Айналардың бетіне түскен сонау баяғыдағы бейнелердің бәрі қайттан көрінетін болыпты. Атымның күшімен көрсетіледі дейді. Ал сендердің кәперлеріңде дәнеңе жоқ. Қонақтар таңдана күлісті. Доктор, ол дегеніңіз өте жақсы ғой. Доктор Шахап Жанабеддин жаны шығып бара жатқандай ышқына сөйледі. Сендер сірә суми болған шығарсыңдар. Ол ерлерді ымдап оқшаулап алды. Бұл жаңалық менің түбіме жететін болды. Менің операция столымның қарсысында үлкен айна ілулі тұр. Тұрса ше? Шынымен ештеңе түсінбей тұрсыңдар ма? Мен құрыдым ғой. Аборты, анасы мынасы бар. Соның бәрі ертең таңертеңнен бастап айпарадай болмақшы. Ерлер біріне бірі қарасты. Мәссаған, біз бұл жағын ойламаппыз-ау. Масқарамыз шықты деші. Ол ма? Қылмысымызда, кешіріңіздер, мен қайдағы жоқты оттап. Күйеулерінің күбірлесіп тұрған байқаған әйелдер де сыбырласа бастады. Дәуіт Соювардың әйелі булыға сөйлеп, семьямның шырқы бұзылатын болды. 20 жыл отасқан өміріміз босқа кететін болды. Күйеуім ертең бәрін де көреді. Байғұс басым-ай, оның алғашқы шофермен де, кейінгілермен де Айнаның алдында деп мүлде тұтығып қалды. Фыстыка Бикеш те бетін шымшты. Бұл Айнасы құрғырдың бүйтіп тажал боларын кім ойлаған? Ал мен күнде таңертең оның қалтасынан да, әмиясынан да не етіп, ол ұйықтап жатқанда сезбей-ақ жүреді. Енді ертең бәрін көріп қоятын болды-ау. Осман Байур қажы да өкініп тұр. Үйдегі аспаз қатынмен шатаспауым керек-ақ еді. Шайтан азғырып, ақырында енді қор болдым. Ақлау мен үхлеу үдей түсті. Бір кезде бәрі жым-жырт бола қалды. Өлтін штықта Шахап Жанабеддиннің күж еткен үні бұзды. Құрметті бикештер, мырзалар, сіздер мына жаңалық, анау сиқырлы айна бәріміздің бақытымызды басқа тебетініне әлі де күмәнданып тұрсыздар ма? Күмәнданған қайда? Құртты ғой бәрімізді. Доктор әр сөзін нақыстай сөйлеп, түсінікті. Атым сәулесі түскен айналар біздің әлеуметтік жағдайымызды астан-кестен етеді, деді. Басқалар шамырай қостап жөнелді. Рас айтасыз, енді не істеуіміз керек? Не шара бар? Аман қалудың жолы бар ма? Доктор Шахап Жанабеддин жол тапты. Аман қалудың бір ғана жолы бар. Ол үшін айналардың бәрін сындырып тастау керек. Медини мырза үстей түсті. Сындырып қою аз.
айна атаулыны түгелдей күл-талқан етіп үгітіп тастау керек. Жәудір көз хатшы Ипек Бикештің нәзік үні сыңғыр етті. Иә, келге салып түйіп, мүлде ұнтақтап тастау керек. Қонақтар дереу үй-үйлеріне тарасты. Сол түні бүкіл қала таң атқанша шалдыр-шұлдыр етіп шықты. Ырымға айна қалған жоқ. Азанда қоңыршылар айна сынықтарынан аяқ алып жүре алмай таң қалысты. Айна үйіндісінің шаңынан дем ала алмай азап көрді. Таңертеңгі сағат тура 9-да музыка ойнатылып, диктордың дауысы да естілді. «Уа, халайық!» деді ол. «Бұл жарың дүниеде сиқыр маркалы айнадан артық ешқандай айна жоқ. Бетіне мұрныңыз тура тірелгенге дейін одан сіз өз кейпіңізді көре алмайсыз. Айна сатып алмастан бұрын маркасына қараңыздар. Сиқыр айнасы ғажап. Сиқыр айнасын ғана сатып алыңыздар». Сиқыр айна фабрикасының иесі бір-ақ күнде миллионер болып шыға келді.